Сәлем достар, сіздермен Әсия Төрекелді. Бұл видеода 7-ші сыныптың химия пәнінен 2-ші тоқсанға арналған тжб тапсырмасын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: калий элементінің таңбасын көрсетіңіз. А нұсқасы дұрыс. Екіншіде бейметалдар қатарын көрсетіңіз. Бізде В нұсқасы көміртек, сутек, хлор және азот берілген. Үшінші, металдарға бір мысал келтіріңіз. Бұл өте оңай тапсырма екен. Калий, натрий, алюминий, барий өте көп. Төртінші тапсырма: жай және күрделі заттарды көрсетіңіз. Бізде жай заттарға үшінші жатады. Себебі бізде бір түсті шариктерден тұр, яғни бір ғана металл бар деген сөз. Ана жерде екі түрлі металдан құралған. Мысалы, мына жер калий хлор болуы мүмкін, немесе басқа. Мына жақта енді түрлі түсті нелер, шариктер тұр, яғни бұлардың барлығы күрделі заттар. Күрделі заттарға бірді, үшті және төртті белгілейміз. То есть бірді, екіні және төртті белгілейміз. Бесінші тапсырма: суретте қалпақ астында майшамның жануы көрсетілген. Суретке назар аударыңыздар. Дәл осыған ұқсас зертханалық жұмыстың қалай өтетіні, қандай жағдай болатыны кітапта да берілген екен. Майшамның сөну себебін түсіндіріңіз дейді. Оттек жетіспеушілігінен су деңгейінің көтерілу себебін түсіндіріңіз дейді. Өйткені жануға ауа құрамындағы оттек ғана қатысады. Алтыншы тапсырманың А бөлімі: ядро құрамында 5 протон бар, электрон санын анықтаңыз дейді. Бізде протон саны және электрон саны реттік нөмерге тең болады, яғни протон мен электрон саны әрқашанда тең болып келеді. Электрон саны тең болады 5-ке. Алтыншы тапсырманың бұл бөлімі: реттік нөмірі 9-шы элементтің ядро құрамындағы элементар бөлшектерді атаңыз. Бізде 9-шы реттік нөмерде қандай элемент тұр? Фтор тұр екен. Фтор. Оның реттік нөмері 9-ға тең, атомдық массасы 19-ға тең екен. Сонда бізде құрамындағы, ядро құрамындағы элементтар бөлшектерге электрон, протон және нейтрон жатады. Алдымен электрон санын жазайық. Электрон саны әрқашанда реттік нөмерге тең болады, 9. Протон саны да реттік нөмерге тең, яғни 9-ға тең. Ал нейтрон саны ол А-рден Z-ті алғанда шығады. Яғни формулаға салатын болсақ, N тең А-р бізде атомдық масса 19-ға тең, одан 9-ды аламыз, сонда 10-ға тең болады бізде нейтрон саны. Жетінші тапсырма: суретте әртүрлі жағдайдағы заттардың жануы көрсетілген. Бірінші, екінші суретке мән беріңіздер. А бөлімі: таза оттегідегі жануды көрсетіңіз. Бұл бізде екінші. Таза оттегіде, яғни оттек жеткілікті болған жағдайда бізде өрт қатты болады. Ал мына жерде өрт сөніп жатыр, яғни оттек жетіспеушілігі байқалып тұр. Бұл бөлімі: заттың таза оттегіде жақсы жану себебін түсіндіріңіз. Себебі оттек жеткілікті. Сегізінші тапсырманың А бөлімі: фосфорды жаққан кезде түзілген оксидке су қосып, үстіне көк лакмус индикатор тамызатын болса, көк лакмустың түсі қызылға өзгереді. Түстің өзгеруі қышқыл түзілгендігін білдіреді. Фосфор оксидінің табиғатын сипаттаңыз. Фосфордың бізде екі түрлі оксиді бар. Ол P2O3. Бұл оттек жетіспегенде. Оттек жеткіліксіз болғанда, ал P2O3
P2O5 дегеніміз оттек жеткілікті болғанда түзіледі. Енді бұлардың табиғатын сипаттайтын болсақ, алдымен қышқылдық оксид, қысқартып жазып жатырмын, дұрыс мән беріңіздер. Екінші су тартқыш, және ақ қопсыған ұнтақ. Бұл бөлімі тұрмыста сөндірілмеген әк деп аталатын затты жиі қолданады. Бұл заттың химиялық атауы кальций оксиді. Сөндірілмеген әкке су қосып сөндіреді. Сол кезде әк суы деп аталатын қосылыс алынады. Әк суына фенолфталин ертіндісін тамызатын болсақ, бұнда ол таңқурай түске боялады. Бұл құбылыс әк суының ортасын сілтілік, яғни негіздік екендігін білдіреді. Сөндірілмеген әк қандай оксидтер тобына жатады? Бұл жердегі сөндірілмеген әк деп отырғанымыз бізде кальций О, ол негіздік оксидке жатады. Оксидтер қышқылдық оксид, негіздік оксид және екі дайлы оксид болып бөлінеді. 9-шы тапсырма. Қазіргі күні автокөліктердің іштен жанатын қозғалтқыштарында отын ретінде көмірсутекті қосылыстарды, бензин, керосин тағы басқа қолданады. А бөлімі отын жанған кезде ауаға бөлінетін газдарды жазыңыз. Толық жану кезінде дейді. Толық жану кезінде CO2 газы бөлінеді. Шала жану кезінде CO бөлінеді. Толық жану барысында түзілетін газдың зиянды әсерін сипаттаңыз. Ол бізде ауаны ластайды. Парниктік эффект түзеді. Және озон қабатының бұзылуы орын алады. Бұзылуы. С бөлімі зиянды газдардың ауаға бөлінбе жолын ұсыныңыз. Бұл жерде мен өз ойымды жазып кеттім. Машиналарды күн энергиясымен жүргізуді қолға алу немесе тағы да басқа. Жерді былай бөліп қойайын. Күн энергиясымен жүргізу немесе тағы да басқа. Әркім өз нұсқасын жазуға болады. Д бөлімі зиянды газдардан қорғау үшін жүргізілетін шараларды жазыңыз. Оған ірі қалаларды, жүк көліктерін, қалаларды айналып өтетін жол салу немесе көгалдандыру өте көп нұсқалары бар. Әркім өз қалауын жазуға болады. Достар, сонымен біздің видеомыз аяқталды. Менің каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.